Бұқар жырау елордамыздың сол жағалауындағы көрнекті көшелердің бірі. Қабанбай Батыр даңғылынан басталып, Сауран көшесімен, Ақмешіт Түркістан көшесімен, Мәңгілік ел даңғылымен қиылысады. Ұзындығы 1895,5 метр. Бұқар жырау Қалқаманұлы әйгілі жырау. Абылай ханның ақылшы биі, абыз. Сөйлегенде үнемі қара сөзбен емес, көмекейі бүркілдеп, түйдек жырмен сөйлейтін болған. Көбіне Абылай ханның өтінішімен, сәу айтшы деген тілегімен түсінде көрген істерін болжап айтады екен. Бұлары дәлме-дәл келіп отырған. Жырау қазақ халқының жоңғар шапқыншылығы тұсында елдің болашағы қыл үстінде тұрған кезде өмір сүріп, сол алмағайып замандағы күрделі мәселелерге өз жырларымен жауап бере білген. Осындай ауыр сәттерде Абылай ханға дұрыс кеңес беріп, ел жұртты басқыншы жауға қарсы күресте біріктіруге, бір тудың астына топтастыруға күш салған. Өзінің саяси әлеуметтік мәнді жыр толғауларымен сол жалынды күрестің жыршысына айналған. Бұқар жырау көшесі бойында Нұр-Сұлтан қаласының ботаникалық саябағы, Қазақ ұлттық хореография академиясы орналасқан. Бұл көшенің бойында Арман қала, Парк Авеню эксклюзив, Арман тау, Есіл тұрғын үй кешендері, Хэмптон қонақ үй орналасқан. Ботаникалық саябақ 2018 жылдың шілде айында ашылды. Бақ ішінде саябақ зонасы, спорттық және балалар алаңдары, веложолдар және жүгіруге арналған жолдар, жасанды су тоғаны орналасқан. Ағаштардың, бұталардың және гүлдердің алуан түрлері өсетін эксперименттік алаңдар бар. Ботаникалық бақта тропиктік және субтропиктік өсімдіктер өсірілетін 2 жылыжай және суккулентті өсімдіктерге арналған кешен бар. Әрбір жылыжайдың аумағы 700 шаршы метр. Жалпы 2000-нан астам өсімдік түрлері өсіп өнеді.